Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін мен Жансая. Мен бүгін осындай печенье жасадым, соны сіздермен бөлісейін деп жөн көрдім. Ең алдымен бізге жұмыртқаның үстіне бір пиала құмшекерді салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне содан сұйық майымызды құямыз. Оны да жақсылап араластырып, сүт немесе қаймақ құюға болады. Оның үстіне үлкен қасық разрыхитель, яғни қопсытқыш үлкен қасықпен саламыз. Оның үстінен ұнды сала отырып, жұмсақ консистенциялы қамыр илейміз. Бұл қамырдың қандай болғанын видеодан көрсеңіздер болады. Саусақпен басқанда осылай көріну керек. Оны бірден пісіре беруге болады. Өздеріңіз қалаған формаларды қойсаңыздар болады. Мен осы форманы ютубтан көрген едім, инстаграмнан көрдім. Сосын осылай жасап көрдім. Асығыс жасадым, бірақ сонда да дәмді шықты. Жасап көріңіздер. Ас болсын.